Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен iPhone 13-ның қорабын өз қолымызбен жасайтын боламыз. Бұл ең креативный, ең оригинальный подарка деп айтсақ болады. Мына сары түстегі бұл менің өзімнің iPhone-ның қорабы болса, ал мына көк түстегі бұл шаблон. Бізде бұл өте оңай жасалады. Менің бар жоғы 5 минутымда ғана алды. Ең бірінші осылай мен қағазды алдын ала шығарып алдым. Бізде барлығы 2 қағаз кетеді. 210 граммдық глянцевая фотобумаганы пайдаландым. Содан кейін қайшы және клей керек. Осылай барлық шетін түзулеп қиып шығамыз. Шынын айтса, бұл банеркеде менде ең алғаш рет жасауым, сөйтсем оп-оңай екен. Және ең алғаш жасағаннан өте әдемі болып шыға қойды. Және маған ең қызығы, бұл қораптың ішіне не салып подаркке берсе болады, кімге подаркке берсе болады. Кімде қандай идея бар, комментарийға жазып кетсеңіздер. Ал енді ескеретін нәрсе, бұл ақ тұрған сызықты толық қиып тастамаңыздар, тек осылай өзінің қара сызығына дейін қиястар. Қара сызық ол шаблонды өзіңіз шығарған кезде анық көрініп тұратын болады. Дәл осылай міне 4 жағын қиып аламыз. Бізде шаблон дайын, енді қазір осыны клейлеп шығамыз. Бұл екінші бетті де дәл бірінші беттегідей қиып шығамыз. Міне біз енді 2 шаблонда да қиып болдық. Қазір бүктеп, бұны жапсыратын боламыз. Бүктейтін кезде мына қара сызықтың бойымен бүктейсіздер, және ол сызықтың бойында өте тіке болып бүктелу қажет. Немесе беговать етсеңіздер де болады. Мен енді беговать етпедім, мен қолыммен тіке етіп, осылай майыстырып шықтым. Біз толықтай жан-жағын бүктеп шықтық, ал енді бізде жабыстыру ғана қалды. Жабыстыру үшін бізге двухсторонний скотч қажет, немесе клеймен клейлесеңіз де болады. Менің қолымда бумажный клей болғандықтан клейді пайдаландым. Міне осылай толықтай жағып аламыз, содан кейін келесі бетіне тіке етіп бір-бірімен беттестіріп жабыстыратын боламыз. Екінші шаблонды да дәл жаңағыдай бүктеп жабыстыратын боламыз. Міне бізде барлығы дайын болды. Ал енді ең соңғы бұл бізде беттестіріп бір-біріне кигізіп көреміз. Міне бізде оңай кигізілді. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Егер достар сіздерге тойпастар жайлы ақпараттар керек болса, описание бөліміне өтсеңіздер болады. Видео ұнаған болса маған лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.